өзі жаңағы жер бетінде құрып тастағаннан кейін ол неше жыл жатады? Жүз жылдай. 100 жылдай жатады, дұрыс айтасың. Сондықтан не істеу керек оны? Арнайы қоқыс жасаймыз. Дұрыс айтасыңдар, арнайы қоқыс жасаймыз. Яғни осындай қоқыс қалдықтарға жол беру үшін қандай әрекет жасау керек? Не істеу керек? Бұндай қоқыс жібермей тастамау үшін бірінші рет үйде ата-ана баланы тәрбиелеу керек. Одан кейін ондай жағдай болып жатса, штраф салу керек деп ойлаймын. Бір рет, екі рет наказание берсе, Болашақ ұрпаққа қандай үгіт насихат көрсетесің? Көздерінше ал, мусоркаға или үйге алып кетеміз. Өйткені ақылымызды айтамыз деген сияқты. Дұрыс, рахмет сізге.